Сенің фантастик досың. Прикинь, бір рет Батямен балыққа барам да, русалка көргенсің ғой, прикинь. Ой, көтің қышты досым. Еркекші кәдімгідей. Батя 27:00-ні түсіріп алған, память өшіп кетпесе барып Батя да бар әлі. Кеше группаластармен тауға барам ғой, короче. Қолымды аю тістеп алады. Мына жерде қолым тырыстырып алғам ғой, андай. Тістей алмай тұр да, бос ұстасам қолым жұлып кетейін деп тұр. Қолым тырыстырып тұрам да, сілкіп қалам, ана тістері шашылып кетеді. Үйде Батяның қызыл мотоциклі бар ғой. Соны алдым бүйтіп алдым көтерімді айналдырып астымнан өткізіп аламын өткенде. Ой, қойшы досым. Еркекші ана үй жақта қырды бұзытса да әйтпесе сол жерде істеп көрсете аламын саған. Прикинь, біздің үйдің подвалында бар ғой, мумиялар бар ғой, прикинь. Ой, қойшы досым енді. Еркекші алдын мама айтты да, банкілерді саласташы деді, сол банкілерді салатқан кезде мумияларды көремін ғой, сырты алтын жасалған. Мына әңгімең енді өтірік досым. Батя просто ешкімге айтпа деген ғой. Жайлаудан жылқыларды айдап қайт дейді, ауылда жылқыларды айдап келе жатсам, денесі адам, андай сақалы бар, мына жағы жылқы біреу келе жатыр ғой. Кентавр емес па? Сондай сияқты, короче, бүйтіп тұрып алған, темекі шегіп тұр ғой. Кәдімгі. Қойш? Төрт шауып келе жатыр өйстіп. Аузына темекі. Құнында темекісі бар. Сенің детейлер роднойың. Ассалаумағалейкум. Тонировка ұру керек. Болды ғой. Мына бетіне, ар бетіне, артына тонировка ұрып беремін да, родной. Мына жерде қызыңмен отыра бересің. Дым көрмей ма? Дым көр. Мынаның сыртын полировкамен жалтыратып беремін да. Встречка машиналар келе жатады ғой. Метеорит ұшып келе жатыр деп ойлайды ғой. Да? Жалтырап тұрған. Братан, мына салоныңа полный химчистка жасап беремін да. Сырты Мерс, іші Феррари болып тұрады ғой, братан. Қойш. Аға нормально жасайсыздар ма өзі? Өткенде бір балдар УАЗик алып келді ана жерге. Геленваген қылып шығардық қой соны. Қойш. Жылтыратып. Братан, мына ішіне шумализация салып қойдың да. Ішіне кіресің, микрофоныңды қоясың, ән жаза бересің. Студия қойшы. Қайрат Нұртасқа істеп берген өткенде. Болды, машинаң бір күннен кейін кел, дайын болады. Қандай мынау центр өзі? Автошарм детейлинг студия десең, жүгіріп шығамын ғой өзім. Автошарм! Сенің недовольный досың. Родной туған күніңе балдардың атынан iPhone 13. iPhone 13? Pro Max қып ала самадыңдар ма енді? Қанша болады үшіндер толқырда? 10 мың теңге тігем да, 200 мың теңге көтеріп қалам ғой. Ей, нормально ғой 200 мың теңге деген. Тағы бір угловой қосқанда 600 мың көтеріп тұрамын ғой просто. Жоқ, настроение жоқ тұр. Ой, қызбен жүріп бастағам ғой, короче. 3 рет кездестік, 50 мың теңгем кетіп қалды. Жақсы көресің бе өзі? Иә, бірақ до конца жүре ма, білмей тұрмын да оны ше. Келесі апта Дубайға кетіп бардыр екенсің ғой. Ой, желание жоқ. Ыстық дейді, 45 градус болып тұр. Ей, зато Дубайды көріп қайтасың ғой. Ой, үйтіп Дубай көрмей ақ қойдым. Құтты болсын рауndi, қанша қалдың? Миллион қалдым ғой. Нормально ғой, арзан алыпсың. Ой, арзан аған қайтейін, Ақтаудан Алматыға ұйықтамай айдап келгенсің. Кеп алдың ғой зато. Родной су ішме. Ой, жылы ғой. Нормально ғой. Ішпеймін өзің. Холодниктен алып берді ғой. Ой, өзің ше. Суретке түсірші мен, дерзкий. Опа. Ой, нормально түсірмейсің бе? Нормально ғой мынау. Қақтып почты ғой. Тұршы қуат. О, керек.